Армысыздар YouTube көрермендері, ассалаумағалейкум құрметті бауырлар. Бүгін мен жаңадан ойын бастап жатырмын. Ойынның атын, барлық несін, осы ойын жазыларыңыз келсе сілтемесін міндетті түрде описанияға қалдырып өтетін боламын. Мінекей енді бірінші рет кіріп отырмын. Ойынның қазір ұнай ма, ұнамай ма, оны өздеріңіз шешесіздер. Мен әзірге дереу сіздерге осы ойнап көрсететін боламын. Бірінші неден бастаймыз енді. Бізде бұл ойында мультиплеер, яғни достарыңызбен онлайн ойнасаңыздар да болады, басқа адамдармен де. Және де тағы да бір ерекшеліктері офлайн несеңіздер де болады. Яғни практикадан өтсеңіздер болады. Мінекей осындай бірінші кезек осындай болды. Енді бұл мен әзірге неден осындай не өтіп жатыр. Яқтан барлығын сынақ көретін боламыз енді. Қазір офлайн практикадан көреміз. Керемет левелдері, яғни уровендерді де өтіп, үстіп, ақша жинап сондай заработка жасасаңыздар болады. Ойынның қаншалық ұнайтынын білмеймін сіздерге, бірақ ойын сондай секілді. Мегабайты да аз, оншалықты көбінің соткаларын көтере береді бұл ойынды. Жазып алсаңыздар болады әрине. Жаңағы айттым ғой, ссылкасын описанияға қалдырып өтетін боламын. Ойынды қарап көріңіздер, түсініп аламыз. Сонан кейін қазір ойынның онлайнда ойнап көретін боламыз. Нақты сабақташы негізі дәлелдеу керек. Оны бүйтсеңіздер болады. Көз деп атамын десеңіздер. Немесе гранатады лақтырсаңыздар болады. Кәдімгі атты. Енді сіздерде сұрағым келіп отыр. Атыс ойындардың қайсысы ұнайды? Осындай атыс ойындар тағы да түсіре берсек бола ма? Көптер айтады екен өздерінің комментарийларына осындай Free Fire деген ойындарды ойнаңыздар дейді, ойнаңыз дейді. Енді оны алдағы уақыттарда көріп жатармыз. Мен де қазір тұрайын епеке. Так, мен қазір онлайнға кірер кезде сіздерге оның ойын жалғастыратын боламыз. Достар, қазір ғана мен осы онлайн ойнап және лоббиді көрдім. Мына жақтарда тұр ғой, оң жақ шетінде. Соларды ойнайын десем, бізге 10-шы уровеньге жету керек. Мен қазір 2-ші уровендемін. 10-ға дейін көтерілуге тырысып, келесі видеоларда осы онлайн ойнап көрсететін боламын. Әзірге осы офлайн, яғни онлайнсыз практикамен ойынымызды әзірге үсіп, уровендеріміз көтереміз, ақшалар жинаймыз. Енді бұл жақтарда қарап тұрсыңыздар, мылтықтар бар. Мылтықтардың бүкілі ал мұнда бөлінеді. Көріп тұрсыздар өздеріңіз. Сонан кейін гаджеттер бар, мынандай майда шүйделер. Сонан кейін алтын сатып алу үшін де бізге андай ақша керек. Мына жақта көріп тұрсыздар, мен айналып жатыр олар енді.
бізде жарнамалар. Тағы да дүкен жананы кіріп көрдік. Настройкасы барлығы өсіп жөнесек те болады. Атымды көріңіздер, тәке мен екінші уровендемін. Әзірге өсіп көтеріле берем. Сонан кейін онлайн ойынға көшір кезде сіздерге міндетті түрде осы ойынды осыны түсіріп алатын боламын. Құрметті достар, мен білесіздер, Капакин мультиплеер көлік ойынын ойнау барысында біздерде әртүрлі жағдайлар туындап қалды. Сол себепті осы ойынмен бірнеше рет ойнап не істейтін боламыз, енді ойнап көрсететін боламыз. Әзірге бұрынғы ойындарымыз қалып қалды. Ол ойындарды мен енді ойнамауым да мүмкін. Құрметті достар, егер де сол ойынды өздеріңіз қандай ойын жаз десеңіздер міндетті түрде жазуға тырысамыз. Бірақ Free Fire, PUBG деген секілділерді, оларды біздер үшін өте қиын. Себебі оның жағдайлары бар. Сондықтан ондай ойындарды айтпауларыңызды сұраймын. Өздеріңіздің кез келген ойындарыңызды осы комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде оқып, оны жазуға бір жағынан тырысамын, немесе жаза алмай қалсам, бір себептер болса, міндетті түрде комментарийға немесе келесі видеода айтатын боламын. Сіздермен бірге болған мен Дәкемен, сау, сәлеметте болыңыздар. Және де достар, описанияны оқып отқан кездеріңізде міндетті түрде бір каналды ұсынатын боламын. Сол каналға тіркеліп кетіңіздер, жарнамасын келесі видеодан күтіңіздер.